Біраздан ашымас басты, ойыншықтар да қызық емес. Мультфильмнен де жалықтық, бізге күшті бірнәрсе айтып беріңізші. Қане қолдарым келе қойындар. Мен сендерге жеталақ жайлы ертегі айтып беремін. Мұқият тыңдаңдар. Кішкентай лақтарым, тәп-тәтті шынақтарым, барып қайтамын қазір дүкенге. Барып тамақ алғанша, қайтадан оралғанша, есік қақса ашпаңдар бөтенге. Лақтарым, шынақтарым, мен сендердің аналарыңмын. Есікті аша қойыңдар, сендерге түрлі тәттілер әкелдім. Жоқ, сен біздің анамыз емессің. Сенің даусың бөтен. Анамыз бізге бөтен біреуге есікті ашпаңдар деді. Сондықтан саған есікті ашпаймыз. Тук-тук анам келді, алақай. Жоқ, есік ашпа, балақай. Кім екен деп келген сұра алдым мен. Тук-тук есік қаққан кім екен? Я келген анашым екен. Есікті аш көз жеткізіп шынымен. Анашым, сонда сіз жоқта бөтен біреу есік қақса ашпауымыз керек пе? Иә, балам, танымайтын адам келсе есікті ашпаған жөн. Ал таныс адам болса, алдымен көзімізді жеткізіп, содан кейін есік ашамыз. Түсініңдер ме, балапандарым? Иә, ендігіде солай жасайтын боламыз. Тук-тук анам келді, алақай. Жоқ, есік ашпа, балақай. Кім екен деп келген сұра алдым мен. Тук-тук есік қаққан кім екен? Я келген анашым екен. Есікті аш көз жеткізіп шынымен. Тук-тук қане бірге балақан, соқ-соқ шапалақтап алақан. Күліп ойнап әндетейік біз күнде. Пай-пай қандай күшті ертегім,